Мен Балдабаева Гүлнар Әбенқызы. Балдәурен балабақшасында тәрбиеші болып жұмыс істегеніме 20 жылдай уақыт болыпты. Осы жылдар ішінде көптеген технологиялардың әдіс-тәсілдерін қолдандым. Қазіргі таңда халық педагогикасының элементтерін қолданудамын. Баламыз, бақшамызға барамыз, күні бойы қызыққа, батамызда қаламыз дей отыра, әр баланың әдемі, күлімдеген жүздерін көргенде, және мені қуана қарсы алғанда, жүзіме ерекше күлкі ұялайды. Әр бала мен үшін жеке дара бір әлем. Олардың тәп-тәтті күлімдеген, әдемі сөздерін естігенде, бойым бір серпіп қалғандай болады. Бұл сәлемдесу балаларды ұлттық мәдениетке деген қызығушылықтары артып, бір-бірімен жақсы қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Сонымен қоса, таңғы жаттығу балалардың дене қалыптарын дұрыс дамуына, қимылдардың үйлесімді қалыптасуына, салауатты өмір салтын дамыту мақсатында таңғы жаттығулар жүргізіледі. Балабақшадағы күн тәртібі Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранымен бастау өте жақсы бастама. Бұл балалардың патриоттық рухын оятып, елімізге деген сүйіспеншіліктері артады. Үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны, соның ішінде мектепке дейінгі ұйымның кестесін ескере отырып, мектеп алды даярлық тобындағы балалардың қызығушылықтарын ескеріліп, ұйымдастырылған оқу тәрбие іс-әрекетінде ұлттық құндылықтардың негізгі әдіс-тәсілдерін кіріктірілген түрде жоспарладым. Балаларды қазақ халқының ұлттық құндылықтарға, отбасылық құндылықтарға, патриоттық сезімге, отанға деген сүйіспеншілікке, мәдени-әлеуметтік нормаларға баулу, қауіпсіздік мінез қағидаларын қалыптастыру бойынша міндеттерді іске асыру үшін күні бойы педагогтың ойын түріндегі түрлі балалар әрекеті арқылы ұйымдастырылған кіріктірілген оқу тәрбие жұмыстары үнемі өткізіліп отырады. Балалар ауа райы жағдайына қарай дұрыс киінулерін қадағалай отырып, шкафтарын таза ұстау және жинауды қалыптастыру. Мектепке дейінгі кезеңде балалар қоршаған ортаны танып біледі. Сондай-ақ балабақша аумағындағы еңбек түрлеріне және әртүрлі мамандық иелеріне құрметпен қарайды. Баланы табиғатты танып білуге деген қызығушылығын оята отырып, педагог оны табиғатпен ғана таныстырып қоймай, оны түсінуге, өсімдіктер мен жануарларға, құстарға қамқорлық жасай отырып, табиғаттың сұлулығын сезінеді. Сонымен қоса, балалар белсенді іс-әрекеттерге талпынады. Қимыл белсенділіктері арттыру мақсатында спорттық ойындар мен жаттығулар іске асырылады. Балабақшадағы түскі ас уақытында қазақ халқының батасының маңыздылығы өте зор. Бата беру қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрі. Ол жақсылыққа, берекеге, ырысқа бастайды деп сенген. Түскі ұйқыға жатқанда жататын бөлмеге жақсы атмосфера құру және қолайлы жағдай жасау ең маңызды мәселе. Түскі ұйқының барысын қазақ халқының ертегілері мен классикалық әуендерді тыңдайды. Түскі ұйқыдан кейін балалардың денесін дұрыс қалыптасуына, балалардың арқасына, қолына, табанындағы нүктелік массаждар жүргізіледі. Түстен кейінгі іс-әрекеттің негізгі түрлері ойындар, сюжеттік рөлді ойындар, дидактикалық үстел ойындары балалардың қиялын дамытып, әлеуметтік рөлдерді меңгеруге көмектеседі. Ата-аналарымен үйге қайтар кезде өнегелі 15 минут, өнегелі тақырыптарда әңгімелесу, өнегелі ертегілер оқу, тақпақтар жаттау, сондай-ақ үйге қайтып бара жатқан кезде ата-аналарымен қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтауларын қадағалау. Ел болам десең, бесігіңді түзе деген дана халқымыз айтқандай. Елімнің болашағы кішкентай бүлдіршіндеріміздің білімге деген талпынысын қамтамасыз ету арқылы білімді, мәдениетті, жан-жақты тұлға тәрбиелеу ең басты мақсатымыз емес пе?